Сәлем достар, үздік педагог каналына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Қазақстан Республикасының үздік педагог 2021 атағының иегері Бөлкенбаева Әйгерім Дәулетиярқызы, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Көпшілік эссе жазғанда тезис пен аргументтен шатасып жатады. Бүгінгі сабақта мен сіздерге тезис пен аргументті жазудың 10 тиімді жолын ұсынбақпын. Ұстаз ұлы тұлға тақырыбында тезис пен аргументтер ұсынылады, талданады. Сонымен, ең алдымен эссенің құрылым кестесін еске түсіріп алуымыз қажет. Тезис кіріспе бөлімде жазылатынын ескерсеңіздер, және сол тезиске негізгі бөлімде 3 рет пікірге қатысты аргумент ұсынатыныңыз қаперіңізде болсын. Тезисті таңдап алайық ендеше. Ауылда ұстаздар аз, жетіспеушілік байқалады деген тезисті таңдайтын болсаңыз, эссенің өн бойында ұстаздардың ауылда аз екенін айтуыңыз керек болады. Ұстаз шәкіртімен мақтанады десеңіз, шәкіртімен мақтанатын ұстаз жайлы сөз қозғайсыз. Мұғалім мәртебесі өсіп, ұстаздардың жағдайы жақсарып келедіні таңдайтын болсаңыз, ұстаздардың мәртебесі жайлы эссенің өн бойында сөз болмақ. Менің ұстазым қандай еді? Тезисін таңдайтын болсаңыз, өзіңізге сабақ берген ұстаз жайлы айтуыңыз қажет. Дарынды бала қандай болу керек деген тақырыпты алсаңыз, дарындылықты қалай өрбітесіз, сол жайлы сөз болмақ. Заманауи әдістерді пайдаланамын тезисін таңдайтын болсаңыз, заманауи әдістер жайлы, тиімді тәсілдер жайлы сөз қозғайсыз. Ұстаз алдында тіліңді тый, ұста алдында қолыңды тый тезисін таңдайтын болсаңыз, ұстаз бен ұста жайлы айтуыңыз қажет болады. Яғни ұстаз ұлы тұлға тақырыбында жазылған эссеге бұл тезистер сай келе ме? Әрине жоқ. Себебі ойыңызды шектеп тұр. Ендеше басқа тезистерді ұсынып көрейік. Оқушы деген қап емес, не болса соны сыйғыза беретін. Ол шамшырақ, оны жаға білу керек. Егерде дәл осы тезисті таңдап алсаңыз, ойыңызды кең арнада дамытасыз. Мектептің жаны мұғалім. Мұғалім қандай болса, мектеп сондай болмақшы деген Ахмет Байтұрсыновтың сөзін алсаңыз, мұғалімнің жан-жақтылығы аса қажет екеніне тоқталып, ұстаз ұлы есім тақырыбындағы эссені барынша аша аласыз. Мен қандай мұғалімін? Ұлы есімге лайықтымын ба? Тезисін таңдайтын болсаңыз, өз-өзіңізден есеп алу арқылы тақырыпты ашуыңызға болады. Ұстаз талантты болса, шәкірті талапты болады. Тезисі де әбден жарайды. Егер балалар бірдемені түсінбейтін болса, онда оқытушы оларды кінәлауға тиісті емес. Оларға түсіндіре алмай отырған өзін кінәлауға тиіс деген Ыбырай Алтынсариннің сөзін алатын болсаңыз, онда сіздің тезисіңіз сіздің ойыңызды шектеп тұр деп айта алам. Себебі сіз бұл жерде мұғалім ретінде өзіңізді тек кінәлай бересіз. Яғни ұстаз ұлы тұлға тақырыбындағы эссе ашылмай қалады деп ойлаймын. Яғни соңғы 5-ші тезис жарамайды, ал алғашқы 4-еуі әбден жарайды деп айта аламын. Сонымен тезис жазуда 10 жолды ұсынғым келеді. Өз ұстанымыңыз, пікіріңіз, сұраулы сөйлем, хабарлы сөйлем, шешім, қанатты сөз, мақал-мәтел, тұжырым, дәлелді ой, тақырыптың синонимі немесе тақырыпқа жауап, ұсыныс болуы мүмкін. Аргументке не жазуға болады? Аргументке ғылыми дәлелді келтіруге болады. Бұл Асхат Әлімовтің еңбегінен алынған ғылыми дәлел. Әрине, осы тұтас мәтінді сіз дәлел ретінде ала алмайсыз, бірақ негізгі түйінін алуыңызға әбден жарайды. Аргумент нөмір 2. Статистикаға жүгінсеңіз болады. Мәселен, Қазақстанда қанша мұғалім бар? 2024 жылы, 2021 жылы. Бір мәлімет Түркістан KZ сайтынан алынса, екінші мәлімет Тенгриньюстан алынған. Дәл осы екі суреттегі ақпаратты мынадай сөйлем ретінде енгізуіңізге болады. Түркістан KZ сайты жариялаған биылғы жылғы соңғы мәлімет бойынша Қазақстандағы мұғалім саны 3340 мың болса, 2021 жылғы министр берген мәліметтен 20 мұғалімге кем. Мұғалім мәртебесі туралы заң күшейген сайын мұғалім санының азаюы немен байланысты? Аргумент нөмір 3. Мұғалімдер жайлы жаңалық қандай болып жатыр? Әрине, сілтемесі ұсынылу қажет. Аргумент нөмір 4.
заң және баптарға жүгінсеңіз болады. Аргумент нөмір 5. Өз іс тәжірибеңізден мысал келтіріңіз. Аргумент нөмір 6. Ғұламалардың пікіріне жүгініңіз. Аргумент нөмір 7. Мақал-мәтелдерді ұсыныңыз. Аргумент нөмір 8. Кейіпкердің пікірмен санасыңыз. Аргумент нөмір 9. Өлең жолдарын келтіріңіз. Аргумент нөмір 10. Бағдарламадан үзінді келтіруіңізге болады. Менің каналыма тіркеліп, жаңалықтардан қорғалмаңыз. Келесі сабақта сөздік қорды молайту жайында сөз болмақ. Сау болыңыздар.